Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Бүгін 12 маусымда Алматыда таң ата өрт шықты. Қала аудандарының бірінде қонақ үй жанды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 12 маусымда таңғы сағат 6:00-де Алатау ауданы Қарасу ықшам ауданы Молодежная көшесінде орналасқан қонақ үйден өрт шықты. ТЖД күштері мен құралдары жоғары дәрежедегі шақырту бойынша оқиға орнына 6 минутта жетті. Өрт сөндірушілер 2 қабатты қонақ үйдің ашық жалынмен жанып жатқанын анықтады. Өрт бутиктерге таралып үлгерген. Дереу өрт оқпандары жақын маңдағы дүкендер мен жеке тұрғын үйлерді қорғауға берілді. Өртті сөндірудің 3 учаскесі құрылып, судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді деп хабарлады департаменттен. Қонақ үй әкімшілігі мәлім еткендей, адамдар дереу сыртқа шығарылып, өрт орнына 4 газ баллоны шығарылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.